Менің атым Айсұлу. Мен мұғалімін. Бірақ бір күні менің өмірім астан-кестең болды. Мен жақсы көрген адам маған өтірік айтып жүргенін білдім. Ал ең ауыр сәт оның жарының өзі маған хабарласқан кез еді. Телефон тұтқасының ар жағындағы әйелдің дірілдеген дауысы әлі күнге дейін есімде. Айсұлу, өтінемін, менің отбасымды бұзбаңызшы. Сол сәтте жүрегім тоқтап қалғандай болды. Дем жетпей қалды. Мен сүйіп жүрген адам басқа біреудің жары екенін білмеппін. Бірақ бұл әңгіменің ең ауыр жері ол емес еді. Ең ауыры менің таңдау жасауым керек болғаны. Мен Қарағандыдағы шағын мектепте жұмыс істейтінмін. Өз жұмысымды жақсы көретінмін. Балаларға сабақ беру маған ерекше қуаныш сыйлайтын. Оқушыларым ақылды, тәрбиелі әрі көңілді еді. Күн сайын олар мені күлдіріп, шаршағанымды ұмыттыратын. Өткен жылы мектебімізге жаңа мұғалім келді. Оның аты Арман болатын. Ол математика пәнінен сабақ беретін. Арман өте ашық мінезді, жылы жүзді адам еді. Әңгіме айтқанда бәрі тыңдап қалатын. Оның жанында өзімді еркін сезінетінмін. Бастапқыда біз жай әріптес болдық. Асханада бірге шай ішіп, сабақ жайлы сөйлесетінбіз. Кейін мектептен кейін бірге кофе ішетін болдық. Кейде саябақта серуендейтінбіз. Оның жанында жүргенде өзімді бақытты сезіндім. Іштей оған бауыр басып қалғанымды байқамай қалдым. Бір қызығы, ол ешқашан отбасы жайлы айтпайтын. Мен оны жалғыз адам шығар деп ойладым. Ол мені тыңдайтын, қолдайтын, күлімсіреп қарайтын. Мен де оның маған деген сезімі бар деп сендім. Күн сайын оны көруге асығатын болдым. Бір күні құрбым Әселге: маған Арман ұнайтын сияқты дедім. Әсел жымиып: мүмкін оның да саған көңілі бар шығар деді. Бірақ бәрі күтпеген жерден өзгерді. Сол кеште үйде отырғанмын. Телефоным шырылдады. Бейтаныс нөмір. Алло? Тұтқаның ар жағынан әйел адамның даусы естілді. Сіз Айсұлусыз ба? Иә. Кім бұл? Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Менің атым Мадина. Мен Арманның әйелімін. Сол сәтте дене мұздап кеткендей болды. Не? Біз 5 жылдан бері отбасылымыз, деді ол жай ғана. Қолым дірілдеп кетті. Не айтарымды білмедім. Даусынан шаршағанын, жылағанын сезіп тұрдым. Мен Арманды жоғалтқым келмейді, деді ол. Мен оны жақсы көремін. Отбасымызды сақтап қалғым келеді. Жүрегім ауырды. Неге маған хабарласып тұрсыз? Деп әрең сұрадым. Себебі сіз шындықты білуіңіз керек. Сосын ол маған суреттер жіберді. Арман мен Мадинаның бірге түскен суреттері. Үйлену тойындағы сәттері. Қол ұстасып тұрған кездері. Күліп отырған бейнелері. Олардың шынымен отбасы екені анық көрініп тұрды. Көзіме жас келді. Арман мен өткізген сәттерім көз алдымнан өтті. Оның күлкісі, әзілдері, маған қараған көзқарасы бәрі өтірік болып көрінді. Ол неге маған ештеңе айтпады деп өзімнен сұрай бердім. Мен ешқашан біреудің отбасына зияным тиісін деп ойламадым. Ешкімнің өміріндегі қиындыққа айналғым келмеді. Мадина тағы сөйледі. Өтінемін, отбасымды бұзбаңызшы. Оның сөздері жүрегіме қатты тиді. Сол сәтте мен шешім қабылдадым. Арманмен енді кездесуді тоқтатамын. Ертеңіне мектепте оны көрдім. Ол ештеңе болмағандай күлімдеп келді. Сәлем, Айсұлу. Жүрегім тарс-тұрс соғып кетті. Сөйлесуіміз керек, дедім. Біз мектептің тыныш бұрышына бардық. Терең дем алдым. Кеше маған Мадина хабарласты. Арманның жүзі бірден өзгеріп кетті. Айсұлу, мен саған бәрін айтуым керек еді. Иә. Айтуым керек еді. Ол көзін төмен түсірді. Мен сені жоғалтып алудан қорықтым, бірақ сенің жарың бар ғой. Бұл дұрыс емес. Білемін, мен қателестім, ішім ашып тұрды. Ашуландым да, ренжідім де. Сен маған өтірік айттың. Кешірші, өтінемін. Көзіме жас келді. Сен екеуміз бірге бола алмаймыз, Арман. Сен таңдау жасауың керек.
Маған уақыт берші, уақытыңды ал. Бірақ мен күтпеймін. Сосын бұрылып кетіп қалдым. Үйге ауыр көңілмен қайттым. Бірақ ішімде бір нәрсе анық еді. Мен дұрыс шешім қабылдадым. Келесі күндер өте қиын өтті. Сабақ беріп жүрсем де, ішім бос қалғандай сезілді. Бір кеште Әселмен кафеде кездесім. Оған бәрін айтып бердім. Ол қолымды ұстап: «Сен дұрыс істедің, Айсұлу. Өзін сыйлайтын адам өтірік қарым-қатынаста қалмайды» деді. Оның сөздері маған күш берді. Біраз уақыттан кейін мен Мадинамен кездескім келді. Оны қолдағым келді. Біз саябақта кездестік. Ол қатты шаршағандай көрінді. «Келгеніңе рахмет» деді жай ғана. «Мен сізден кешірім сұрағым келді». Мадинаның көзіне жас келді. Бұл өте қиын, оның жан жарасын анық сезіп тұрдым. «Сіз мықты әйелсіз» дедім мен. «Сіз шындыққа лайықсыз». Ол маған ұзақ қарап тұрды. «Рахмет, Айсұлу, сен жақсы адам екенсің». Сол кездесуден кейін мен бір нәрсені түсіндім. Маған жаңа өмір бастау керек. Қарағандыда бәрі арманды еске салатын. Сол себепті басқа қалаға көшу туралы ойлана бастадым. Бірнеше аптадан кейін Көкшетаудағы шағын мектептен жұмыс таптым. Жаңа орын, жаңа өмір. Әсел менің шешімімді қолдады. Оқушыларым кететінімді естігенде көңілдері түсіп қалды. Соңғы күнімізде бірге суретке түсіп, тәттілер жеп, жылы қоштастық. Үйге келген соң ескі суреттерді қарап шықтым. Арманмен түскен суреттерді алып тастадым. Өткен өмірдің ауырлығын жаңа өміріме алып барғым келмеді. Көкшетауға алғаш келген күнім әлі есімде. Тыныш көшелер, ағаштар, таза ауа. Жаңа пәтерімнің кішкентай балконы бар еді. Терезеден ағаштар көрінетін. Бөлмеме кітаптарымды қойып гүл сатып алдым. Өзімді қайта жинағым келді. Жаңа мектептегі ұжым өте жақсы қарсы алды. Оқушыларым да мейірімді еді. Уақыт өте бастады. Мен қайтадан күле бастадым. Кешкі серуендер, жаңа адамдар, тыныш өмір жанымды емдегендей болды. Бір күні маған Мадинадан хабарлама келді. «Айсұлу, біз Арман екеуміз отбасымызды сақтап қалуға тырысып жүрміз. Ол қазір бәріне шын қарап үйреніп келеді. Саған рахмет». Хабарламаны бірнеше рет оқып шықтым. Ішім тынышталып қалды. Мен оған: «Бақытты болыңыз. Жүрегіңізді қорғаңыз» деп жауап бердім. Сол кеште саябақта отырып күннің батқанын қарап отырдым. Аспан қызғылт түске боялған еді. Балалар ойнап жүр. Адамдар қол ұстасып серуендеп жүр. Мен терең тыныс алдым. Мен енді жақсымын, иә, кейде Арман есіме түсетін. Бірақ бұрынғыдай ауырмайтын болды. Себебі мен бір шындықты түсіндім. Махаббат әдемі болуы мүмкін. Бірақ ол міндетті түрде шынайы болу керек. Өтірікке құрылған сезім түбінде жүректі жаралайды. Ал кейде адамды жіберіп қоя білу өзіңе деген ең үлкен құрмет. Көкшетауда мен жаңа өмір таптым. Жаңа достар, жаңа естеліктер. Бір жексенбіде кітап клубына бардым. Сол жерде Нұржан деген жігітпен таныстым. Ол тарих пәнінің мұғалімі екен. Өте сабырлы, тәрбиелі адам болып көрінді. «Саған қандай кітаптар ұнайды?» деп сұрады ол. «Өмір мен махаббат жайлы кітаптар» дедім күліп. Маған да біз ұзақ сөйлестік. Сол кеште үйге ерекше көңіл күймен қайттым. Бұл жолы жүрегімде қорқыныш емес, үміт бар еді. Болашақта не боларын білмеймін. Бірақ мен енді өмірден қашпаймын. Мен қайтадан өмір сүруге дайынмын. Қайтадан сенуге дайынмын. Мүмкін бір күні жүрегім тағы да шын махаббатты кездірер. Менің ойымша ең қызықты әңгімелерді өмірдің өзі жазады. Күрделі отбасылық драмалар, ащы опасыздықтар, әділ кек алу және қиын, бірақ маңызды кешірім. Бұл қабырғаның арғы жағында тұратын адамдар, сіз танитын адамдар және тіпті әрқайсымыз танитын сәттер туралы әңгімелер. Сондықтан осы арнаға жазылыңыз, алда өмірден сабақ алатын, өмірге сырт көзбен қарап, өміріңізде болып жатқан сәттен дұрыс шешім шығаруға көмектесетін әңгімелер шығады.
Бірге талқылайық, сенің ойың өте маңызды.